16 жасқа толған балаларға арналған. Ассалаумағалейкум ардақты ағайын, төл арнаның тікелей эфирінде өткір ахуал, өзекті мәселелерді сарапқа салатын өзек жарды хабары. Жасыратын жоқ, елімізде агроғылымға деген қолдау аз. Бұны биылғы жолдауында президент те атап өтті. Осының салдарынан ауыл шаруашылығында біршама қордаланған мәселелер бар. Бүгін біз сол түйткілдердің түйінін тарқататын боламыз. Студиямыздың қонағы Ыбырай Жақаев атындағы Қазақ күріш ғылыми зерттеу институтының директоры Самалбек Қосанов. Егер хабарға қатысты қосатын ойларыңыз болса, айтатын пікірлеріңіз болса, хабарласыңыздар, байланысыңыздар. Тікелей эфир телефоны экранның төменгі бөлігінде көрсетулі. Самалбек мырза, қош келдіңіз студиямызға. Жалпы бүгінде аймақта егілетін күріштің небәрі 3% ғана жергілікті сорттар. Оны жасыратын жоқ. Енді өкінішке қарай Қазақстандағы жалғыз күріш институты жаңа бәсекеге қабілетті сорттар шығаруға қауқарсыздық танытып отыр. Бұның басты себебі неде? Қайырлы кеш, өте дұрыс айтасыз. Қазіргі таңда осы биылғы статистикалық мәліметтер бойынша осы облыс бойынша себілген күріш дақылының 3% ғана осы отандық сорттарды құрап отыр. Оның ішінде біздің сыр сұлуы деген біздің институттың ғалымдары шығарған сыр сұлуы сорты жалпы шамамен 3000 гектардай ғана. Сонда егерде сондай гектар жерді алып отыр. Бұл әрине бізді қынжылтады. Себебі бұл бағытта да негізі біз 40-50%-ға дейін немесе одан да көп деңгейге жету үшін бізде қазіргі таңдағы қолдаудың мемлекеттік тараптан қолдаудың аздығы кері әсерін тигізіп отыр. Енді ол жерде көп деген факторлар бар, ол бірақ мәселеге байланысты емес. Әсіресе соның ішіндегі ең негізгісі осы агроғылымға деген қаржының дұрыс бөлінбеуі деп есептейміз. Бірақ сонымен қатар біздің селекционер ғалымдар бұл бағытта үлкен жұмыстар жүргізіліп жатыр. Ол бәсекеге қабілетті сорт шығару, ол бір күннің немесе бір жылдың еншісіндегі дүние емес. Ол мысалға оған 10 жылдан аса уақыт кетеді. Сонымен қатар біздің селекционерлердің негізгі қазір біз негізгі бағытымыз бұрынғы тәсілдерді әлі қолданып келе жатырмыз. Бізде қазір классикалық тәсілдер және ЦМС дейді, жаңағы цитоплазмалық мужской стерильность, және де мутагенез бойынша мутанттар алу арқылы осы 3 тәсілмен қазір жүргізіліп жатыр. Біздің ғалымдардың потенциалы оған жеткілікті. Әрі қарай жаңа сорттар бағытында қазір жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Дегенмен де біз бір өкініштісі, ең негізгі себептердің бірі, біз әлемдік селекционерлердің әлемдік деңгейдегі неден қалып қойдық, көш кейін қарай қалып қойдық. Себебі біздегі молекулярлық селекция бағытында біз заманауи лабораториялардың жоқтығы да үлкен қолбайлау болып отыр. Бұл лабораториялар бізге не береді? Бұлар біз мысалға кететін уақытты үнемдейді. Сонымен қатар бізге қажетті бұл тұқым шығару, ол барып бір-бірімен будандастырып, жаңа бір гетерез салып немесе сонымен шектелмейді. Ол сорт шығарған кезде ол өнімділігіне жақсы болу керек. Әртүрлі сыртқы ауа райының қолайсыз факторларына төзімді болу керек, әртүрлі ауруларға төзімді болу керек. Осы бағытта жұмыс істеу үшін бізге негізінен осы жаңағы заманауи лабораториялардың жетіспеушілігі қолбайлау отыр. Сонымен қатар тағы да бір үлкен проблема ғылымға жас кадрлардың тұрақтамауы, себебі бізге тұрақты айлықтың болмауы деген сияқты мәселелер кері әсерін тигізіп отыр. Келешекте біз бұл бағытта жаңа өзіңіз айтқан осы 3%-ды жоғары қарай көтеру бағытында біз тереңірек жұмыс істейтін боламыз. Себебі оның қазір нарықта 3% болу себебі нарықта қазір біздің шығарған сорттардың ерте піседі, суды жақсы үнемдейді, дәннің сапасы өте жоғары. Енді Самалбек аға, мен осы жерде бір сұрақ қойғым келіп отыр. Біздің тұқымдар шынында да бізге қолайлы. Қазіргідей су тапшылығы заманда суды аз тұтынады біздің күріштер, өзіміздің күріштер, және де ерте піседі. Неге біздің жергілікті шаруалар біздің сорттарға қызықпайды? Осы жерде сауал туындайды. Неге біз ресейлік жаңағы лидер, янтар деген сорттарды егеміз алып келіп? Себебі, оның негізгі себебі біздің шаруалардың барлығы мысалға
жаңағы салмаққа байланысты да. Мысалға лидердің мысалға салмағы біздің сыр сұлуына қарағанда әлдеқайда ауырлау болады. Мысалға ол тезірек қарызын жабу үшін немесе тезірек көп пайда табу үшін мысалға салмағы бар дүние мына салмағы азға қарағанда шамалы төмен түсіп кетеді да. Бірақ біз дегенмен де оларда мына біздің тарапымыздан жүргізілмей отырған негізгі мәселе мына маркетинг мәселесі. Біз осы сорттарымызды жарнамалау мәселесі жағынан да шамалы кейін қарай қалып қойып тұрмыз. Осыны егер жарнамаласақ, біз былай фермерлерге былай түсіндіреміз. Егер де сен лидер егіп алған өнімділігіңді біздің сыр сұлуын егіп соны ақтап сатқан кезде біздің сыр сұлуы мысалға лидерге қарағанда 100-150 теңге қымбатырақ жүреді. Сіз содан ұтасыз десек, кейбір шаруашылықтар соны түсінбейді. Олар қазір жақсы егіп отқан шаруашылықтар бар. Даже 1000 гектардан келесі жылы егеміз деп отқан шаруашылықтар бар. Мысалға Қармақшы ауданындағы Ақтөбе ауылында осы келесі жылы осы 1000 гектарға дейін осы сыр сұлуын көбейтеміз деп отыр. Себебі олар мысалға сыртқы рыноктағы сұраныс, мысалы әсіресе олар қырғыз мемлекетімен жұмыс істеп отыр екен. Ол қырғыздарда осындай осы сыр сұлуына деген сұраныс өте жоғары екен. Сондай сияқты біз сонымен қатар мына сорттар ол бір жыл еккеннен кейін мысалға ол бір жылда мына өнім толып бермейді да. Ол сол климатқа әбден өзін бейімделіп алғаннан кейін барып та өзін көрсетуі мүмкін. Сондықтан бізге шамалы сәл уақыт керек. Екіншіден уақыт күтіп отырмай жаңағыдай осы бағытта жаңағы лабораторияларды ашып, селекционерлерімізді дайындап жұмыстар жүргізуіміз керек. Жаңа жоғарыдағы сөзіңізде айттыңыз ғой, бір сортты ойлап табу үшін орталыққа, жалпы ғалымдарға шамамен 10 жыл уақыт керек дедіңіз. Демек бұл сондай бір күрделі процесс болып тұр ғой, Әрине, бұл жерде селекционердің жұмысы ол жаңағы бір кейбір заңдылықтарды жаттап алып, немесе бір әдебиеттерді оқып алып, онымен ол жұмыс істегенмен болмайды. Селекционердің бойында ол өзінде бір дарын болу керек. Ол ақылымен, өзінің мынау жүрегімен, интуициясымен жұмыс істеп барып, жаңа сорт өмірге келеді. Тек теория жеткіліксіз. Тек қана теория жеткіліксіз. Бұл жерде айтып отырмыз ғой, бұл үлкен интеллектуалды жұмыс, яғни бұл бір шығармашылық жұмыс та, бұл бір жағынан сондай болып келеді. Мысалға селекцияның бүкіл соған ғұмырын соған арнайды. Бүкіл өмірін сол селекцияның жолында өзін арнап, мысалға кейбір дәрігерлер сияқты мысалға айтып кетейік. Мысалға кейбір ота жасайтын дәрігерлердің қолы жеңіл дәрігер деп айтып жатамыз ғой мысалға. Мынаған барсақ, дәл сол сияқты селекционерлердің де кейбір қолы жеңіл. Мысалға бір 10 жылда жүретін нәрсе, мысалға 6 жылда, 7 жылда сондай шығып кететін бір, бұл да бір шығармашылық жұмыстар, үлкен нені талап ететін, бұл өте ауыр жұмыс, өте қиын жұмыс. Сондықтан бірақ соған осы төтеп беретін бізде ағаларымыз, ғалымдарымыз дайын оған. Тек мемлекеттің тарапына кішкентай қолдау болса болды. Түсінікті. Енді біздегі тұқым шаруашылығы жаңа айтып отырмыз ғой, импортқа тәуелдіміз біз. Ресейден аламыз тұқымның барлығы. Ресей, Украина. Лидер болсын, янтар болсын, басқа да болсын, тұқымдардың барлығы бізге сырттан келеді. Енді бұл әрине баға саясатына да едәуір өзінің әсерін тигізеді. Осы орайда енді заңды сұрақ туындайды. Жергілікті тұқым шаруашылығының тоқырап қалу себебі неден? Қазір біздің облысымызда тұқым шаруашылығымен айналысатын әр ауданда бір-бір тұқым семенной хозяйстволар бар. Негізгі біз базы, бұрын кеңес үкіметінің кезінде негізгі базы бізде болған. Яғни біздің ғылыми зерттеу институты осы 7 ауданның шаруаларын тұқыммен қамтамасыз етіп отырған. Қазіргі таңда біз енді содан біз айырылып қалып тұрған себебіміз қазір әр аудан өзіне шығарып алды. Енді келешекте мынау келесі жылдан бастап мынау цифровой отслеживание семян деген жаңағы үлкен цифрлық спутниктен бақылайтын үлкен бағдарламалар шығады. Сол кезде мысалға олардың тұқым қаяқтан келді, сіздің егіп жатқан тұқымыңыз қаншалықты шығу тегі қаяқтан келді, немесе ол нешінші репродукция деген сияқты, соның барлығын келесі жылдан бастап анықталатын болады. Ал біздің қамтамасыз ете алмай отырған себебіміз біздегі мынау селекциялық тұқым шаруашылыққа қажетті техниканың жоқтығы. Мысалға біз тұқымдардың тазалығы қазіргі таңда үлкен басты мәселе болып отыр. Қазір кез келген шаруашылыққа барып күріш алқаптарын аралаған кезде бір сорт деп еккен сорттың ішінен біз былай визуальный көзбен қарағанның өзінде бірнеше тұқымдардың араласып тұрғандығын көріп қаламыз мысалға. Ол кез келген шаруашылықтан біз оны көре аламыз. Сондықтан егер де оның барлығы қаяқтан шығып отыр, яғни бұл тұқым шаруашылығының дұрыс жүргізілмеуінің себебінен болып отыр. Яғни тұқымның тазалығы сақталмайды. Сондықтан
бізге мынау малогабаритный дейді, жаңа шағын тұқым шаруашылығына арналған дайын техникалар болатын болса, бізде толық мүмкіндік бар. Енді тұқым шаруашылығына қажетті мына жерде мамандар бірінші кезекте, жер, су, бізде жер, су, маман барлығы бар да, сол енді біз сәл қолдау болып мысалға техниканы алып беретін болса, біз әрі қарай осы облысты бұрынғы деңгейіне дейін алып келіп, біз кеңес үкіметіндегідей деңгейге алып келуге толық мүмкіншілік бар. Біз оған келешекте біз келеміз. Біз қалаймыз ба, қаламаймыз ба, ол мәселе емес. Мәселе біз келешекте осыған біз айналып келетінімізге мен сіздерге сендіре аламын. Себебі жылдан жылға мынау азық-түлік қауіпсіздігі, әртүрлі мынау аурулардың басып кетуі. Сондықтан біз осы бір жаңағы орталықтандырылмаса, мысалға тұқым шаруашылығы, мысалға біз айналдырған өзі бір шағын, мысалға биыл енді 85-89 мың гектар жерге күріш егілсе, біз солардың барлығын енді егер жаңа цифровой отслеживание болатын болса, біз міндетті түрде соған қайтып келеміз. Яғни біздің институттың несі артады келешек. Соған біз қазірден бастап біз дайындауымыз керек. Біз қазір оған жартылай дайынбыз. Жартылай болғанда біз моральдық тұрғыдан, кадрлық тұрғыдан, жер тұрғысынан барлығынан біз дайын тұрмыз да, бізде сәл жаңағы сол кіші габаритті жаңағы техникалар болса, ол кезде өйткені тұқымның тазалығы ол басты мәселе. Тұқымның тазалығы болмаса, және тұқымды бізде бір сауықтыру мәселесі де бізде қазір жолға қойылмаған. Мысалға қазір Сибирь алдында тек қана жаңағы әртүрлі жаңағы протравительдермен өңдеп сеуіп жатырмыз. Ол себу барысында технология мысалға әлі өзгерісі келеді. Мысалға технология мысалға барлық күріштің барлық сортына бірдей технология пайдаланылады да қазір. Мысалға майдың 31-не дейін мысалға тұқымды сеуіп тастау керек дейміз да, бүкіл шаруашылықтар жаңағы әртүрлі жаңағы тұқым себетін нелермен себет, әркімдікі бәрінікі почти бір немен келатыр да. Ол мысалға ол ерте пісетін сорттар ма, ол мүмкін ол жаңағы андай жаңағы шашып себетін мүмкін ол өзіндік бір зиян тигізуі мүмкін да тұқымға себіп жатқан тұқымға. Сондықтан бұның барлығы бір күрделі үлкен бір мәселелер. Бұнда келешек жолға қойып, жаңағыдай тұқыммен қамтамасыз етуге біз кірісеміз. Енді Самалбек мырза, біздің өзіміздің тұқымдар қайда? Бізде Ақмаржан бар еді. Сырсылуын айттыңыз енді, оны Ақтөбеде егіп жатыр деп. Айгерім, Айсара деген тұқымдарымыз бар. Олар қаншалықты сұранысқа ие жалпы? Енді өздеріңіз білесіздер, енді сол Ақмаржаннан бастайық. Ақмаржан біздің облысымыздың экономикасына 30 жылдай өзінің үлесін қосты. Ол деген керемет. Ақмаржан бүкіл әлем Қазақстанның брендіне айналды да, ол кезінде. Біз бүкіл кез келген неден сұрасақ. Енді кейіннен бір Ақмаржанда бір жаңағы сәл күріштің бір аурулары пайда болып, ол да әсіресе осы тұқым шаруашылығын дұрыс жолға қоймағандығынан сол Ақмаржан ауыра бастады да, одан кейін көп шаруашылықтар одан бас тартты да қазір. Бірақ қазіргі таңда біз осы биылғы посепте біз қазір жасап отырмыз, Ақмаржанды сеуіп отырмыз. Ақмаржан өзін керемет көрсетіп тұр, жақсы көрсетіп тұр. Келешек бұл әр күріштің өзінің мысалға өзінің тұтынушылары болады. Мысалға палаушылар мысалға мынаны жақсы көреді, әсіп пісіретіндер мынаны жақсы көреді, немесе жаңағы нан істейтіндер басқасын жақсы көреді деген сияқты әртүрлі не бар. Ақмаржанның жағдайы қазір жаман емес, жақсы. Біз оны қазір ойланып жатырмыз. Сол Ақмаржан сортының авторы қазір Бакиров ағамызға қазір тапсырмалары берілді. Ол кісі қазір осы бағытта жұмыс істейтін болады. Енді Айкерімді мысалға Жаңақорған ауданында жақсы себіледі. Ол бір несі айыбы, ол ненің бұл сорттың бойы шамалы ұзындау. Сондықтан комбайн жеуге келгенде шамалы қиыншылықтар болады. Сондықтан шаруалардың барлығы көп судан енді қаша бастайды. Енді Сырсылуы жаңа айттым. Сырсылуы өзін керемет көрсетті. Бірақ жеңіл салмағының жеңілділігінен шамалы ұтылуын қарап тұрмыз. Енді биыл қазір біз Айсара деген сортты мысалы енді осы Қазақстанда тұңғыш рет Айсара сорты бұл жаңағы длиннозерный дейді, жаңағы дәні ұзынша сорт, бұл жақсы керемет сорт. Бұл енді келесі жылдан бастап біз оны айналымға енгізетін боламыз. Биылша біз өзіміз көбейтіп жатырмыз қазір. Келешекте біз бұнда шаруаларға жаңағы элитасын беруімізге болады. Енді біз қазір білеміз, қаржысы бар шаруашылықтардың барлығы өздерінің мамандарын шет мемлекеттерде оқытады. Біз журналистер қауымы сол шаруашылықтарға түсірілімге барған кезде айтып жатады: пәленше маманымызды Европаға жібердім, мына жаққа жіберіп оқытып алдым деп жатады. Енді ол тегін оқытпайтыны белгілі ғой. Демек, жыл сайын біздің жалпы миллиондаған қаржымыз амалсыздан шетел асып жатыр. Енді сол мамандарды мына институттың базасында оқытуға не кедергі? Технопарктің жоқтығы ма?
Біздің облысымыздағы мынау ірі шаруа қожалық, осы күрішпен айналысатын шаруалар, қожалықтар ірі монополистер болып алды, үлкен қожалықтарға айналып кетті. Сондықтан олар өздерінің несі үшін әртүрлі сорттарды өздерінше сынақтан өткізіп жатыр. Сонымен қатар жаңа сіз айтқан мамандарын шетелге, мысалға Ресейге жан-жаққа жіберіп оқытып алып, жаңа магистратурасын сол жақта оқытып, сөйтіп мамандарын өздері дайындап алып жатыр. Ал біз қазір оларға біздің базымызда магистратура бізде жоқ. Мысалға біз мынау Қорқыт атындағы Қызылорда университетінен келген магистранттарға біз жетекшілік етеміз. Ал бірақ өзіміздің ғалымдарымызды шетелге шығарып оқытып алуға біздің қазір шынымен де неміз әлеуетіміз жоқ. Бірақ дегенмен де біз болашақ бағдарламасымен былтыр 3 ғалымымыз шетелге барып оқып келді. Сонымен қатар биыл да сондай бағытта жұмыстар жасап жатырмыз. Қазір бізге мынау Қытаймен және мынау Вьетнамнан жақсы бізге нелер түсіп тұр, ұсыныстар. Біз енді биыл Вьетнамның 6 сортын біз сынақтан өткізіп жатырмыз қазір. Сондықтан бізде де қазір сол мемлекеттен шақырту алдық. Қазір біз сол мемлекетке барып, біз өзіміздің білімімізді, біліктілігімізді көтеріп қайтуға мүмкіншіліктеріміз бар біздің ғалымдардың. Енді әрине ол біраз шығынды талап етеді. Олардың жаңа оқу ақысы бар, және де мынау барып қайту жолы, ол жақта тұру деген сияқты мәселелер бар. Оның барлығы шешіліп, бұндай шешім тапса, біз дайынбыз баруға. Түсінікті. Енді мына биылғы жолдауда президент осы агроғылымды дамыту мәселесіне, ауыл шаруашылығына баса мән беруге көбірек көңіл бөлгенін өзіңіз жақсы білесіз. Президент айтты, егіс түрлерін көбейтуіміз керек, көбірек пайда келетін дақылдарды еккен жөн. Суды көп қажет ететін егіс алқабын біртіндеп азайтып, бір ғана дақыл түрін егуді шектеу қажет деді. Енді бізде өзімізде білесіз, өңіріміз жалпы мына топырақты тоздырмас үшін экологиялық жағдайларға байланысты деп біз күрішті көбірек егеміз. Енді осы күріштің орнын басқа дақылдармен жалпы ауыстыруға болмай ма? Топырақты тоздырмаудың жалпы жолдары қандай негізі? Енді біздің өңіріміз, біздің облысымыз, біз күріштен күріштің несін біз отказ бере алмаймыз. Күріште біз себебі біздің жаңа өзіңіз айтқан әртүрлі ол күріштің көлемін азайтуға болады, бірақ дегенмен де мүлдем біздің күріштігіне тоқтатуға болмайды. Бірақ жаңа сіз айтқан әртараптандыру мақсатында жаңағы суды аз қажет ететін дақылдарды, жаңағы күріштің егісі өзі бір 8 танапты жаңағы ауыспалы егістіктен тұрады. Келешекте бұның өзі мысалға күрішшілерге үлкен кедергі. Мысалға себебі ол жаңа сіз айтқан жаңағы нені дұрыс сақтамайды да, ауыспалы егістіктің несін. Бір айналым мысалға бір ротация болатын болса, сол ротацияда шамалы бұлар өзгерістер ережеге бағынбай кетіп жатқан жерлер кездеседі. Себебі бұған мысалға әртүрлі факторлар еседі. Енді олар енді көбірек пайда табу мақсатына қарай кетіп қалғанда, енді сондықтан біз келешек осы 8 танапта, ол ауыр бір жағынан, шаруалар үшін өте ауыр 8 танапты ұстап тұру. Сондықтан біздің ғалымдармен қазір бірігіп, біз келешекте 6 танапты осындай мынандай жағдайларға байланысты, су тапшылығы деген сияқты осындай жағдайларға байланысты біз ғалымдарымызбен бірігіп 6 танапты ауыспалы егістіктің сызбасын, нұсқасын ұсынып жатырмыз. Сонымен қатар осы жерде әртараптандыруға байланысты біз жаңағы бұршақ тұқымдас дақылдар, бізде ғана қазір егіліп жүрген мысалға тек жоңышқаны ғана білетін болсақ, қазір оған мысалға түйе жоңышқаны қосуға болады, оның ішінде сояны қосуға болады. Сонымен қатар жаңағы қазір соңғы кездері мынау қант құмайын егу қазір біздің шаруалардың арасында жақсы белең алып келе жатыр. Сонымен қатар мынау жүгеріні қосу, мысалға жүгерінді қосуымыз керек. Себебі бізге қазір мына шаруалардан мынау солтүстіктегі бір шаруа қожалықтарына мысалға жүгеріні егеді, бірақ ол ауыспалы егістікке кірмейді. Яғни бұл жүгері күрішке қарағанда суды аз талап етеді. Мысалға кейбір жерлерде мынау біздің оңтүстік өңірлерде егілетін осы жүгеріні біз зерттеп қазір осы мәселеге терең зерттеп жатырмыз. 2 рет ғана суарып, яғни бүкіл осы вегетациялық кезеңінде осы 2 рет суарады екен. Ал біз оның мысалға келешекте соны біз неге қосуымыз керек, және де осы пайданы көбірек әкелетін нені осы жүгеріні біз шаруалардың арасында насихаттап, жаңа жүгері, жаңа қант құмайы, сонымен қатар жаңағы түйе жоңышқаны да осы ұсынып жатырмыз. Енді келешекте бұның барлығына біз біреуге бірдеңе ұсыну үшін біздің артынан олар несін сұрайды, технологиясын сұрайды. Сондықтан біз соған барлығын дайындап, біз өзімізден өткізіп, електен өткізіп, содан кейін барып біз оларға ұсынатын боламыз. Енді бүгінгі таңда жалпы институт тек күріш бағытымен ғана айналыса ма, әлде басқа да айналысатын дақыл түрлері бар ма? Біздің тек күріш қана емес, біз осы күріш ауыспалы егістігіндегі барлық дақылдармен айналыса береміз. Мысалға бізде бидайдың жаңа сорттарын шығарылып жатыр, біздің селекционер ғалымдардың
еңбегінің арқасында. Арпаның жаңа сорттары шығарылып жатыр. Жаңа айтып отқан түйежоңышқаның жаңа сорттары шығарылып жатыр. Алола деген сорт шықты. Сонымен қатар қазір біз мынау көкөніс бақша бізде сондай не бар, бөлім бар. Қазір біз сол бақша дақылдар әсіресе сол қауынмен де көбірек жұмыс істеп жатырмыз. Ондағы да мақсатымыз ол енді бұл біздің өңіріміз үшін қажетті дүниелер деп есептейміз, және де біз бұлардан әрі қарай дамытатын боламыз. Бұлардан біз айырылмаймыз, себебі осы бірге қатар алып жүреміз, күрішпен қатар осы дақылдарды алып жүреміз. Енді Самалбек мырза, өзіңіз білесіз, бүгінде мына сұраныс артып, саудасы қызып тұрса да, сырдың қауыны шетелдерге экспортталмай жатыр. Бұның себебі неде? Енді жалпы біздің өңір мынау әр өңірдің топырақ климаттық жағдайы әр дақылдарға қолайлы болып келеді. Мысалға біз уже күріштің бізге аймағымыз күрішке ыңғайланған екен, біз дәлелдендіп, оған біз бұл уже дәлелдеуді қажет етпейтін дүние. Енді екінші мәселе, біздің өңіріміз бұл бақша дақылдар, оның ішінде қауын үшін бұл керемет, бұл әлемдік деңгейдегі бір орталық болып табылады. Таптырмайтын жер ғой. Таптырмайтын жер. Алла тағала осы жерге бізге сондай бір керемет сый қылып тартқан. Енді біздің үлкен мәселе осы бізге берілген сыйды біз өзінің деңгейінде пайдалана алмай отырмыз. Үлкен мәселелер бар бұның астарында да. Неге? Бұл осы қауын арқылы кейбір мынау көрші облыстар осыған пайдаға кенеліп отқандар бар. Пәленбай тонналап экспорттап отыр да. Ал біз сол өзіміздің немен ішкі рынокпен ғана шектеліп отырмыз. Мысалға, оның енді көп мәселе бар. Бұл оның бірінші мәселесі, бұл жұмыстар 100% қолмен жасалады. Яғни кетпенмен тұқым еккеннен бастап жаңағы машинаға тиеге дейінгі, фураға тиеге дейінгі аралықтардың барлығы қолмен жасалады да. Бұл біріншіден физикалық тұрғыдан шаруаларға күш түсіреді, екіншіден мынау жастардың несін бұзады, мынау әрі қарай мынау ынтасын ынталанбай тұрады да. Бірақ негізгі себеп мынау біздің мынау диқаншыларға бір көңіл бөлінбей жатыр. Мысалға, осы бақша дақылдармен айналысатын, әсіресе қауынмен айналысатын диқаншыларға деген бізде көмек жоқ. Себебі олар бұл тұқымдардан бастап, тұқым еккеннен бастап, әркім әрқайсысы өзінің қолында не бар, әркім қайсысы өзінің қолына не келеді, соны егіп жатыр да. Ал бір орталықтандырған мысалға бір тұқымды мысалға біз кепілдік беріп отырсақ екен, мынау тұқымды еккен кезде өнімділігі мынандай болады, мына тұқымды ексең мынандай болады, мынау ерте піседі, мынау орташа піседі, мынау кеш пісетін тұқымдар деп біз барлығын үйлестіріп отыратын болсақ, ол шаруаларға үлкен көмек болар еді. Олар ештеңеге басын қатырмай, тек қана өніммен айналысатын еді. Сонымен қатар олар өнімді ала жазда еңбек етеді да, өнімді өндіріп алады да, енді оларда тағы бір проблема туындайды. Өткізу проблемасы туындайды. Ол өткізу проблемасын ол не істеу керек? Ол амалдың жоғынан мына жақта шаруасы қызып жатыр, ол мына жаққа келіп базарға келіп сатуға тура келеді. Жоқ, енді жоқ, мен сатпаймын, оны алып сатар жаңағы ортадағы делдалдарға беретін болса, ол бағаны төмен қарай түсіріп жібереді. Жерге ұрады ғой. Бағаны қатты неге ұрады. Ол жерден ол сол жазғы еңбектің несін таба алмай қалады да. Сондықтан олар үлкен мәселе. Біз мынандай мәселені ұсынып отырмыз. Біз осы кеңес өкіметінің кезінде енді біздің 7 ауданның барлығында да 7-еуінде де қауын базар болған. Біз мынандай схемасын отырмыз. Ең болмаса Шиелі ауданынан, ең көп өсірілетін Шиелі ауданынан осы бір қауын базасының бір пилоттық жоба жасап, соны Шиеліден қойсақ, сосын қаладан біреуін қойсақ, қаланың маңайында егетін осы қауын база, яғни қауынды қабылдап бізге өткізеді. Біз сәйкесінше бұл әрі қарай сатумен айналыспайды. Ол келеді, сол жерден өзінің қаржысын алады, мысалға килограммына, мысалға келісілген баға бойынша қауын өткізді, ақшасын алды, ол әрі қарай өнімге жұмыс істей береді. Ол кетті осы жерден полясына кейін қарай бұрылып кетеді. ол әрі қарай біздің мәселе. Біз сол қауынды қабылдап алып, ол қауынды белгілі бір мөлшерде суытып, яғни жаңағы +5, +10 градустарда температурада ұстап, одан кейін барып жаңағы оны қапта, неге коробкаға салып, упаковкаға жасап, шетелге шығаруға мүмкіндіктер бар. Ол бір үлкен бір жұмысты да қажет етпейді ол. Яғни бұл жерде мына қауынды сақтаудың өзінің бір температуралары болу керек па, арнайы? Мысалға, қауындардың мысалға тиген кезде біз қазір поляның басына күн мысалға 35 градус ыстық болып тұр. 35 градус ыстықта біз ол қауынды фураға артық тиедік. Ол тиген кезде ол қауын коробка келенбейді, жаңағы бос тиеледі, бірінің үстіне бірі. Ол барам дегенше ол өзінің кейбір қасиеттерін бұзылуы мүмкін, кейбір қасиеттерін жоғалтуы мүмкін. Мысалға, ол қауынның барлығы да бір тасымалдауға төзімді қауындар да болуы мүмкін. Мысалға, кеш пісетіндер төзімді, ал орташа пісетіндер ол тасымалдауға өте төзімсіз болып кетеді. Ол бұның астарында да тағы селекциялық жұмыстар жүргізіп, жаңа осындай сорттар шығару мәселесі де оның астарында жатыр да. Ендігі мәселе осы қауын база арқылы бір шаруаларға бір демеп, соларға бір қолдау көрсетпесек, бұл
келешек біз диқаншыларымыздан да айырылып қалуымыз мүмкін. Мысалға қазіргі бізде эпицентр нелер бар, мысалға Жаңақорғанда Келінтөбе массиві бар, одан бері қарай жүре берсек Шиеліде үлкен массивтер жатыр, осы бірыңғай қауыммен арасында. Бері қарай Ботабай, Айдарлы массиві жатыр, бері қарай. Одан кейін мынау қаланың төңірегінде мысалға мынау Айнакөл, мына жерде Қаракөл, одан әрі қарай мынау Іңкәрдария, Жаңадарияның үлкен массивтері жатыр. Одан әрі қарай Қуаңдария жатыр, мысалы Жаңадария жатыр үлкен неде. Сосын әрі қарай мынау қазіргі таңда мынау даже тіпті мынау Қазалынардың Ақбай массиві бар, мысалы Арал ауданында, ең солтүстік аудан. Олар мысалға осы 3 жылдың көлемі болды. Біздің берген технология арқылы өсіріп 16-шы июньде, яғни 6-шы айда олар уже өнім шығарып нарыққа ұсынып. Олар қалай істеп отыр? Олар бері қарай әкелген оларға тиімсіз болып, қазір олар Ақтөбе арқылы басқа Ақтөбе қаласына шығарып, олар үлкен бір жақсы пайдаға тауып, сондай бір отбасының бір толықтырып отыр да, бір бюджетін әжептәуір толықтырып, олар жылда әйтеуір не қылып рахметін айтып жатады. Яғни біз дұрыс инфрақұрылым қалыптастыра алмасақ, мәселені шеше алмаймыз. Мәселені шеше алмаймыз. Әркім өз бетінше білген тұқым. Егер де мысалға сіз айтасыз, мысалға қазір бар базардан қауын сатып аласыз да, сіз ренжуіңіз мүмкін. Мына қауынды сатып алып едім, пәленбай ақшаға, ол дәмсіз болып шықты. Сіздің балаңыз, немесе үйдегі сіздің отбасыңыздың мүшелері сізге ескертіп айтты: "Папа, мына қауында келген, мына дәмі жоқ екен" деген. Оның астарын енді сіз кімнен қаяқтан ойланасыз? Сіз дәмсіз екен дейсіз, қоя саласыз. Ал бізге ол үлкен соққы. Үлкен соққы. Бұл жылдан жылға кете беретін болса, осылай, тоқтамай кете беретін болса, бұл үлкен бір неге алып келеді? Бұл қауынымыз дәмі бір қиярға немесе бір бананға айналып кетуіміз мүмкін. Жоқ, шынында да Самалбек аға, соңғы кезде қауыннан дәм кетіп бара жатыр. Бұның жалпы себебі неде? Бұрындар әкелеріміз айтып отыратын, біз бұрындағы ауылдағы қауынды жеген кезде мына екі езуіміз ойылып кететін дейді. Аузымыз ойылып кететін дейді. Ол рас, ол бұрынғы сыр өңіріндегі енді былай аңыздар өте көп ол туралы. Аңыз әңгімелер өте көп. Мысалға Шиелі ауданында дейді, мысалға бір пәлекті жұлып, бір адам тарта алмайтындай болған. Оны бір жаңағы атқа немесе неге байлап, сөйтіп тартқан кезде артынан қауындар түсіп, соны біз теретін едік деген де аңыздарға теретін. Мысалға кейбір жағдайда мысалы сыр өңірінде өскен бір үлкен асқабақтың көлемінен ар жағында тұрған нелер көрінбей қалады екен деген сияқты да бір аңыз әңгімелер бар. Бұның барлығы әрбір аңыздың астарында үлкен шындық жатыр. Бұл шынымен де бұл нені білдіреді? Бұл деген сөз біздің өңіріміз, яғни таптырмайтын, осы қауын өсіруге таптырмайтын аймақ болып отыр. Енді біздің ең бір жаңағы неміз, жеріміз тұр, суымыз тұр, табиғи климаттық жағдайымыз тұр. Енді осы мәселе үйлестіру мәселесі. Үйлестіру мәселесін біз кенде қалып отырмыз. Мысалға біз оны қазір көтеріп келе жатқанымызға біраз уақыт болды. Айтып жатырмыз, бізге ондай. Бұл сонымен қатар бұл қауынның селекциясы да бұл айқас тозаңданатын өсімдік. Бұда бір жаңағы іріктеу арқылы селекциялық жұмыстар жүргізуге бұл көнетін дақыл да бұл. Көнетін дақыл. Сондықтан бұл ондай бір қиыншылық тудырмайды. Оның барлығын біз білеміз де, оны жасауға мүмкіншіліктеріміз бар. Сәл бір үлкен қолдаудың да қажеті жоқ. Жаңағы сәл қолдап жіберетін болса, біз барлық облыста, мысалы біз басында айтқанбыз, осы қауын өсіретіндердің бір ассоциациясын құрамыз ба, әлде қалай болады? Мысалы әркім өздерінің шаруаларды бетпе-бет қалдырып кетіп отырмыз да қазір өзінің проблемасымен. Ол мысалға еккен кезде одан бір зиянкес шығып кетуі мүмкін, немесе бір аурулар шығып кетсе, ол жаңағы шошып кетеді, көздері бақырайып, қайыққа бараларын білмейді. Ой, бұл менің қауыным бітті, еңбегім далаға кетті деп, жаңағы кетпен тастап кетіп жатқандар да, жаңағы егістіктің басында ондай да жағдай кездеседі. Біз осының барлығын болдырмауымыз керек. Бұл қолдан келетін дүниелер, оның барлығын. Біз диқандармен үнемі біз мына осы Жаңақорғаннан бастап Арал арасындағы бүкіл диқандармен біз үнемі байланысып отырамыз. Мысалға біз кейбір тұқымдарды беретін болсақ, сол тұқымды біз өнімділігіне дейін, урожайға дейін сопровождать етеміз. Мысалға өнімділігі қалай болды осының? Айтшы. Нашар болса нашар деп айт, жақсы болса жақсы деп айт. Деп біз солардың несін қарап отырамыз. Бұл да бір үлкен дүние емес, бір үлкен бір қыруар бір жұмысты қажет ететін дүние емес. Сондықтан біз диқандардың санын жылдан жылға көбейтуіміз керек. Келешек біз өзімізді өзіміз асырау үшін, яғни мынау қауіпсіз жаңағы азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін осы мына қазір мынау күріштің кластері қалай құрылды? Күріштің кластері құрылып тұр ғой, мысалы екеннен бастап оның бүкіл қазір мынау күріштің жаңағы қауызына дейін қазір жемге айналдырып сатылады. Яғни бізде қауыннан сондай бір кластер құрып, жаңағыдай сәл механикаландырып жұмысты, жаңағы
адам кетпен ұстамайтындай қылып жағдай жасауға болады. Оның әр жағында қауын құртымыз, қауын қағымыз, басқа да өнімдеріміз бар ғой, қауыннан алынатын. Дұрыс айтасыз. Ол өте. Сондықтан болған кім бетбұрыс жасамай отқан себебі ол қолмен жасалатын болғандықтан, сондай бір үлкен қиындықтар туындағандықтан адамдар бармай жатыр. Мәселе бұл енді бұл жерде пайда да аз емес па Самалбек аға? Жалпы жаңа өзіңіз сөзіңіз айттыңыз ғой, жастар жағы келмейді бұл салаға, өйткені машақаты көп, бейнеті көп. Жастар шынында да неге қашады? Әлде пайдасы аз шығар мүмкін? Жоқ, мысалға бір мысал келтірейік. Мысалға біздің Жаңақорған ауданындағы Жайылма елді мекені. Жайылма елді мекені өздерінің жаңағы судың деңгейіне байланысты олар бір жылдары 500 гектар, бір жылдары 800 гектарға дейін олар осы немен айналысады, ақшамен айналысады. Олар жақсы пайда тауып отыр. Олар біздің ішкі рыноктан гөрі олар сыртқы, мысалы Ресейден қалыптасқан өздерінің жылдағы дәстүрлі жаңағы сатып алушылары бар, жылдағы клиенттер деп айтамыз ғой. Сондықтан олар барлығын соған жібереді. Олар әй жақсы, керемет пайда тауып отыр олар. Дәл сондай қылып бұл ешқандай қиын емес. Дәл сондай емес. Шелінің қауын егетін өсірушілер, диқандар, олар да жақсы пайда тауып отыр. Олардың барлығы сыртқа жібереді. Енді мәселе сол бұны одан да жақсы пайда табуға. Оны мысалы жаңа сіз айтқандай экспорттайтын болсақ, ол пайда 2 есе болады. Пайда 2 есе болады. Сондықтан біз осы бағытқа бұруымыз керек. Ол шаруаларды біз қазір шын жаңа айттым, өздерін жеке қалдырып қойып отырмыз. Бір жағынан қынжылатын. Олардың базынасын тыңдамай мәселе шешілмейді ғой, Шешілмейді. Түсінікті. Енді сөзіңіздің жоғарыдағы сөзіңізде айтып өттіңіз, жалпы институттың өзінде де кадрдан қиындықтар бар дедіңіз. Бұл жаңа жалақының аздығымен, сонымен байланысты ма? Жалпы жастар жағы қанша пайызды құрайды сіздерде? Енді жастар жағы қазір бізде бір 45%-дай, 40-45%-дай қазір жастарымыз бар. Бірақ дегенмен де үлкен жаңағы не жұмыстарды біздің аға буын атқарып отыр қазір. Осы селекция бағытындағы, тұқым шаруашылығы бағытындағы жұмыстардың барлығын осы аға буын ағаларымыз атқарып отыр. Біз солардың несіне қарап отырмыз. Енді жастардың тұрақтамау себебі, жаңа бірінші мәселе сол жалақы мәселесі. Жастарды мысалға үй алу керек, олар енді отбасын бағу керек, жас семья. Сондай бір мәселелерді қазір шешілсе, түбегейлі шешілсе, жастар келеді. Қазірдің өзінде мысалға бізде қазір мынау арпаның, күріштің селекциясында, соның тұқым шаруашылығында жүрген жастарымыз жеткілікті. Әрі қарай да біз сол жастарды көбірек тартуға тырысатын боламыз. Егер де біз жаңағы қаржылық мәселеміз шешілсе, біз оның барлығын жолға қоятын боламыз. Келешек біз оны қалайық, қаламайық, біз ол жастарды тарту біздің негізгі міндетіміз. Бізден кейінгі ол басқа кісілер біз оны атқара алмайды. Тек қана жастардың қолынан келеді. Енді қорытынды сұрағымыз болсын. Жалпы институттың алдыға қойып отырған жоспарлары қандай? Біздің алдымызда үлкен мақсаттар бар. Біз өз кезегінде баяғы кеңес үкіметінің кезіндегі институттың беделі қандай үлкен болды. Біз сол өзінің бұрынғы беделін сол деңгейге дейін көтеріп, осы облыстағы, республикадағы үлкен бір ғылым ордасына айналсақ деп армандаймыз. Соған бағытталған жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Облысты тұқымдармен қамтамасыз етсек, осы фермерлердің негізгі мақсат фермерлердің бір несіне жарап, кәдесіне жарап, осы облыстың бір экономикасына өзіміздің бір үлесімізді қоссақ деген бір арманымыз бар, ойымыз бар. Негізгі мақсатымыз біздің сол. Өңір үшін пайдалы қызмет атқаруымыз керек. Шынайы сұхбатыңызға рахмет, жұмыстарыңыз жемісті болсын. Қадірменді көрермендер, бізге берілген уақыт осы жерден тамам. Келесі кездескенше еліміз аман, жұртымыз тыныш болғай.